Сәлеметсіздер. Бүгінгі есеп 1161 есеп. Бірінші есеп былай дейді. Сіздер кітап бойынша бір түсіндіріп жіберейін. 5% 12-ның 40%-на тең дейді. Бұл есеп шығару басында біз бірінші санның пайызын тауып аламыз. Одан шыққан санның неше пайызы қанша санға тең екенін табамыз. Бірінші 12-ның 40%-ын тауып аламыз. Ол үшін 12-ні 40-қа көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Сонда өзінің жолы бар. Егер санның пайызын табу керек болатын болса, онда сол санды, мысалы 12-ні 40%-ға көбейтіп 100%-ға бөлемін. Так, бұл жерде қанша болады? 12 көбейтілген 4 демін. 10-ға бөлем 4-ті, 110-ға бөлем 10 болады. Одан кеп шығады, мына жерде 48 болады. Оны бөлем 10-ға 4,8 деген сан шықты. Яғни 12 деген санның 40%-ы 4,8-ге тең екен. Ал енді бізге айтады, осы 5% дейді 12-ның 40%-на тең болып тұр. Сол үшін мен 4,8-дің 5%-ын табу үшін, пайыздың санын табу үшін 4,8-ді 100%-ға көбейтіп бөлемін 5%-ға. Так, бұны 4,8 деймді, 100-ді 5-ге бөлемін 20 болады. Қысқарады, сонда 4,8 20-ға көбейтсек 96 болады. Бұл есеп осылай шығады. Санның пайызын табу үшін санға пайызды көбейтіп 100-ге бөлем, ал пайыздың 5%-ын санын тап деп отыр ғой, яғни 5%-ын сан үшін табу үшін санды 100-ге көбейтіп 5-ге бөлем. Керісінше болады бұл жағдайда. Міне 96 шықты. Дәл осылай екіншісінде орындап кете беремін. Бірдестен 80-ді жазамын, 30%-ға көбейтемді, 100-ге бөлемін. Так, 80, 8 көбейту 3 болады. Мына 2 нөлмен мына 100 қысқарып кетеді. Сонда 24 болады. Енді 24-дің 75%-ын табам. Яғни ол үшін 24-ті көбейтемін 100-ге, бөлемін 75%-ға. Ал. Так, бұны оңай жолы 2400-ді бөлемін 75-ге. Пайызбен пайыз қысқарып кетті деген сөз бөлінген уақытта. Сонда сан мен санды бөліп жатырмын. Сан мен санды бөлу үшін бөлу жолын көрсетеген. 24,00-ді бөлем 75-ге көрініп тұрған сіздерге. Тағы жерден қайырамын, 3-тен беремін. 3-тен беремін. 5, бір ойда 21, 22 болады. 10-нан 5 аламын 5. Мына жерде 3 қалып, 3-тен 2 аламын 1. 0-ден беремін неше екен? 2-ден беремін 0, 150 болды. Міне шықты 32 екен. Яғни мына жерде 32 екен. Яғни 80 санының 75%, 80 саны 32 деген санға тең екен. Әрмен қарай үшіншісін орындаймыз. 72 көбейтемін 25%-ға, бөлемін 100-ге. Так, 25 пен 100 қысқарады. 25-ге бөлем 1 болады. 100-ді 25-ге бөлем 4 болады. Енді 72-ні 4-ге бөлеміз. 72-ні 4-ге бөлсек 18 болады. Жоқ, 18 болады. Енді 18 санның 20%-ын табу үшін 100-ге көбейтіп 20%-ға бөлеміз. Қысқарады. Ең оңай жолы 100-ді 20-ға бөле саласыздар 5 болады. Сонда мынау 90 болады екен. Табылды. Төртінші есебіміз. 90%, 240-ның 15%-на тең дейді. Әрине, 240-ның 15%-ын тауып аламыз. Оны 100-ге бөлеміз. Так, мына жерден 0 мен 0 кетеді, 1 0 мен 0 кетеді. 24 көбейту 15 қалады, бөлінген 10 болады. Енді 15-ті 10-ға бөлесек те болады, немесе 24-ті 15-ге көбейтейік. 24-ті 15-ге көбейтеміз. 360 болды, оны 10-ға бөлсек 36 болады. Оңай жолмен қысқарту жолын әрі тез шығару жолына үйреніңіздер. Бөліп, көбейтіп, бөліп жүрмей осылай жұмыс жасаңыздар, әрі уақытты пайдаланасыздар, әрі қысқартуды, әрі көбейту кестені, әрі тез жылдам меңгеруді үйренесіздер. Так, 5-ші есебі. 120-ның 20%-ы бөлемін 100%-ға. 120. Так, 20 мен 100 қысқартамын, пайызбен пайыз қысқарады. 20-ға бөлем 1 қалады, 100-ді 20-ға бөлем 5 болады. Енді 320 1-ге өтем 320, 320 5-ге бөлетін болсам,
64 болады, иә? 6-тан берем. 64 болады. Енді 64-тің так, бұл 5-ші есебіміз, 90% табамыз. Ол үшін 100-ге 100%-ға көбейтіп 90%-ға бөлеміз. 64 болады. Мына жерде 10-ға қысқартамын, көбейту 10 болады. 90-ды 10-ға бөлсем 9 болады. Сонда 64 9-ға қысқарады. 64-іміз 9-ға қысқарады. 8 болады. Так, 64 қазір 6 64 қысқартамыз. 64-ті нешке қысқартамыз? 3-ке қысқартайық. 64-ті 3-ке бөліңіздер қанша? Так, қысқармайды екен. Онда 640-ті 9-ға бөлейік. 649-ға бөлейік. Жоқтап болса бөліну керек. 8 63 10 1 9 1 кете береді екен. Периодына қайт бір есептеп көрейік. 320-ның 20%. Мынаны 20-ға бөлдік, 1 болды. Мына 20-ға бөлеміз, 5 болды. 64 дұрыс. 64-ін так. Мына жерде кешіріңіздер, мына жерде мынандай қалып кетіпті. 5-ші есепте 40% екен ғой мынаның. 40%-ын 40 екен. 40-қа бөледі екенбіз ғой. Сонда мына жерде так 100 болып тұра берсінші қазірше. 6400 болады, мынауымыз 40 болады. Қысқартқан жоқпыз да, сонда 6440-қа бөлетін болсақ, мына 0 мен 0 кетеді. Мына жерде 64-ті 160 болады. 160 болады екен. Мына 4-ші есепте 36-ның 90%-ын таппаппын. Мына жерге тауып көрсетіп қойсайын сіздерге. 36-ның 90%-ын табу үшін 36 көбейту 100 бөлі 90%-ға. Осының 4-дің 2-шісі шықпапты ғой. Сонда мынауымыз қысқарады. 360-ты бөлеміз 9-ға. 100-ді 10-ға бөлем, 990-ды 10-ға бөлем, 9 қалады. Мына жерде 10 бар еді. 336-ға 10-ды көбейтсем 360 болады. 369-ға бөлсем 40 болады. Болды, мына үлгердік. Еске түсіріп, мына 40. Ал әрмен қарай 6-шысын шығарайық. 150 пайызы 25-дің 30%-ына тең дейді. Берілген жазып қоя салым. Енді осыдан таба салайық. Яғни 25-дің 30%-ын табу үшін 30-ға көбейтіп 100-ге бөлем. Пайыз деп жазуға да болады. Жазбасаңыздар да болады. Сонда 25 көбейту 3 болады да, 30-ды 10-ға бөлем 3 болады, 100-ді 10-ға бөлем 10 болады. Пайызбен пайыз қысқарып кетеді. Сонда мына жерде қанша? 75 па? 75-ті бөлем 10-ға 7,5 болады. 7,5-дің 150%-ын 7,5 санын табу үшін 100-ге көбейтіп 150-ге бөлеміз. Так, 100-ге көбейтеміз мынаны. 750 болады и 150-ге бөлеміз. Так, 5-тен болады. Болды, шықты мына есебіміз. Әрмен қарай 1162 есепке көшейік. есеп. Қызанақтың тамыз айында бағасы қазан айында 25-ге қымбаттады дейді. Так, тамыз айындағы бағасы қазан айында 25-ге қымбаттады ма, онда 100%-ға қосамыз 25-ті. Бірдестен жаза берейік. Сонда 125%-ға қымбаттапты. Ал оның соңғы бағасы қараша айында. Қараша деп жазып қоямыз. Қараша айында тағы да 40%-ға қымбаттаған. Яғни тағы 40%-ға қымбаттатын болса, әрине 100% болған, соңғы бағалар болған 40%-ті қосамыз. Сонда 140%-ға қымбаттапты. Қымбаттап, и сол 140 теңге тең болған екен. Яғни 140%-ында 140 теңгеге тең болған екен. Ал енді біз соның қызанақтың тамыз айындағы бағасын шектен, басындағы тамыз айындағы бағасын табуымыз керек.
яғни оны 100% деп аламыз, тамыз айындағы бағасын, пайызын, ал бағасы x болады. Тағы бір мына x табуымыз керек. Алғашқы бағасын табуымыз керек та, алғашқы немесе тамыз айындағы бағасын табуымыз керек. Оны x деп қойдық, міне, мына x деген сол. Болды, мынау арқылы шығарсаңыз болады. Мына жазылған мәселе есепті математикалық сан түрінде жаздық. Яғни x табатын болсақ, бұдан 140-ты көбейтеміз 100%-ға, бөлеміз 140 теңгеге. Бұдан кеп шығады 140-пен 100 қысқарады. Тағы мына 140%, пайызбен пайыз қысқарады, сонда 100 қалады. Енді әлі біткен жоқ. Енді бұл біріншісі, екіншісі әрмен қарай жалғасып жатыр. Ал енді қазан айындағысын табуымыз керек. Біз қазір қараша айындағысын тауып алдық. 100 теңге қосылған. Енді қараша айындағын табатын болсақ, осы 100-ді пайыздың 125%-ның санын табуымыз керек қой біз. Енді ол үшін мынаны 125-ке пайызға бөліп 100-ге бөлеміз. 100 болады, мына көбейту 100% болады, 125 бөлшектің бөліміне түседі бұл жағдайда. Қысқартамыз. Мынаны көбейтеміз. 1, 2, 3, 10 мыңды 125-ке бөлеміз ғой. Сонда 80 теңге болады екен тамыз айында. Жауабы тамыз айында алғашқы бағасы 80 теңге екен. Қымбаттап 140 теңге болыпты. Әрмен қарай жауабы осы А деп тұр. 1163. Тігін фабрикасы киімнің алғашқы бағасы 5%-ға қымбаттаған. Алғашқы бағасы 5% қымбаттаса болды ғой. 100%-ға 5%-ды қоса бересіздер. Қымбаттаса болды. Осылай жаза беріңіздер. Қымбаттады. Жыл соңында 20%-ға арзандатып, ол 8400 теңгеге сатты дейді ғой. Жыл соңында арзандатылған. Яғни арзандатылуы сразу 100%-дан 20% арзандатылғаннан азайтылады, 80% болады. Міне, жазып қойдық. Осы кезде оның бағасы, осы кездегі баға, мына кездегі бағасы 8400 теңге болған бағасы. Ал енді бізден сұрайды, киімнің қымбаттағанға дейінгі алғашқы бағасын тап. Алғашқы бағасын тап деп жатыр бізге. Болды. Сразу орындай береміз. Есепті бірінші 8400-дің 80%-ын табу үшін, білесіздер, пайызын санын табу үшін бөлеміз 80%-ға, оны да бөлеміз 100%-ға. Сонда 8400 тұрады да, мына көбейтіледі 100%, алына шығады, 80 бөліміне түседі. Сонда қанша болады? Мынаған қысқартсақ та болады. Қысқартатын болсақ, 105 мың болады теңге. 80% тағыз. Енді осы 105 мыңның 105%-ын тауып аламыз, алғашқысын табу үшін. Оны да бөлемін 105%-ға, және оны бөлемін 100%-ға. Сонда ол былай болып шығады. 105 мың көбейтемін 100%-ға. Мынау кері бөлшек айналады, бөлу болғандықтан 105 болады. 105%, пайызбен пайызға қысқарады. Сонда мына жерде қалады бізде 105-пен 105-те қысқарады. Мына жерде қанша болады? Так. 100 мың болайын деп тұр ғой. 100 мың болайын деп тұр. 105. Так. Мына жерде 8400-ді 100-ге көбейтіп 80-ге бөлетін болсақ, 100, мына 1-0 артық кетіпті. 1-0 болмайды, 1-0 жоқ. Сонда мына жерде 1-0 жоқ болады, тең болады, 10 мың болады. Теңге. Жауабы алғашқы бағасы 10 мың.
теңге екен. Так, ал енді 1164 есепке көшейік. 1164 есеп не дейді? Сатып алған сырдың 40% бірінші бөлмені. Бірінші бөлмеге 40% сыр кетіпті. Екінші бөлмеге қалғанын 60% екінші бөлме сырлауы кетіпті. 60% екінші бөлме дейді. Одан қалған 1,8 килограмм сыр үшінші бөлме сырлауға жұмсалған. Үшінші бөлмеге 1,8 килограмм сыр жұмсалыпты. Барлығы қанша килограмм сыр жұмсалған 3 күнге де? Үшеуін қосыңыз, бары қанша килограмм жұмсалған? Шешуі. Бірінші мына пәстен бастаймыз. Үшінші бөлмеден бастап шығарып жоғарыға кететін болсақ, барлығы шыға келеді. Ең оңай сол. Бірінші 1,8-ді проценті бойынша санды табу кезде, мысалы 60%-да 1,8-дің проценті бойынша санды табу кезде біз санды 60%-ға бөліп, оны және 100%-ға бөлеміз деген сөз. Мына жерде бөлу орындалады. Бөлу орындалса 1,8 жазылады да, мына бөлу көбейту болып 100 кері бөлшек айналады. 100 алымына 60 бөліміне түседі. Сонда мына жерде 1,8 100-ге көбейтетін болсаңыздар, 180-ді 60-ға бөлеміз. Бұдан 3 килограмм болады. Так, екінші күні 3 килограмм болыпты. Ал енді екінші күні 3 килограмм кетіпті да, енді сол 40%-ын 3 килограмм табуымыз керек. Сонда бірінші бөлме шығады. Так, мынау екінші бөлменіңкі. Енді бірінші бөлменің табамыз. Оны да дәл осылай 3-ті көбейте бөлемін 40%-ға, оны бөлемін 100%-ға. Проценті бойынша санды табу кездегі формула ғой. Формуланы білесіздер. Осылар тағы жазып қойсылайын формуланы. А бөлінген П бөлінген 100 деген бар ғой. Мынау пайыздікі, мынау да пайыз. Міне осымен шығарып жатырмыз. Проценті бойынша санды табу кезде тура осы формуланы қолданасыздар. А деген 3-ке тең, П деген 40%-ға тең, мына бөлу 100% өз орнында тұр. Сонда 3 болады да көбейтіледі 100. Әрине бұл ереже, бөлу көбейтілуге айналады. 100-ның астына 40 бөлшек бөліне түседі, ауысып түседі екеуі. Сонда мына жерде 30-ды немесе 300-ді бөлеміз 40-қа. Бұл 7,5 килограмм болады. Міне шыға келді, бірдестен таба салдық. Алғашқы бағалары жауабы жалпы 3 бөлмеге де жалпы жұмсалған 7,5 килограмм екен. Ең оңай жол осы. Төменнен бастап жоғарыға шыға берсеңіздер, есептің бәрі шыға келеді. Жалпысы осы, міне шықты. Әрмен қарай 1165 есеп не дейді? Күріштің 25% крахмал дейді. Күріш 75% деген, 75% крахмал. Сұлы қанша пайызы? 65% крахмал. 9 килограмм күріштен неше килограмм сұлы алуға болады дейді. Осыдан қанша килограмм, неше килограмм сұлы алуға болады. Массасын табу керек та. Ал бұны қалай шығарамыз? Бұны бірдестен шығарайық. Яғни 9-ның 75 санның 75%-ын табу үшін санды 75-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бұл оңай бұл. Бұны көбейтіп бөлетін болсақ, 6,175 килограмм крахмал шықты. Крахмал. Міне, крахмалымыз шықты. Енді 6,175-ті сұлының 60% деп қарастырамыз да. Мына жерде X бізге белгісіз. Неше сұлы қосу керек, неше сұлы алуға болады күріштен, соны табуымыз керек. Яғни бұл жерден X табатын болсаңыздар, былай көбейту жолын үйретіп еді ғой, әлден үйрене беріңіздер бұны. Мына формулаға салсаңыздар да осы шығады, мынамен жасасаңыздар да осы формамен есептеу дұрыс болады. Қай формула салсаңыздар, жауап бірдей болу керек. X табу үшін, яғни 6,175-ті 100-ге 100%-ға көбейтіп 60%-ға бөлеміз. Сонда шығады 0,1125, оны көбейтемін 100-ге. Мына жерде пайыздар қысқарып кетеді. Тек қана сандармен ғана жұмыс жасаймыз. Сонда 11,125 килограмм сұлы алуға болады екен. Жауабы 11,125 килограмм
сұлыдан крахмалды алуға болады екен. Болды, жауап шықты. Енді ең соңғысы 1166 есепті көрсете салайын сіздерге. Так, ең соңына түсіре салайын, 1166 есеп. Былай дейді, Мирас 9 жаста. 9 жаста. Бұл оның әкесінің жасының 25-інде дейді. Бірдестен шығара берем. Әкесінің жасын тауып алам. Әкесінің жасы оның 25-інде болса, яғни пайызын 25-ін табу үшін 9-ды 25 пайызға бөлемін. Оны және 100-ге бөлем. Сонда 9 көбейтілген 100 болады да, 25 бөлшектің бөліміне түседі. Сонда ол қанша болады? 36 болады. Әкесінің жасы 36 екен. Ал енді бізден сұрайды. Ал әкесінің жасы дейді. Атасының жасының 60%-дай дейді. Атасы неше жаста дейді. Екінші атасының жасын таба саламын. Көрініп тұрған шығар, атасының жасын табу үшін. Так, 36-ны тур жаңа деп мына форманы қолданам ғой. 36 бөлу қанша пайыз еді? 60 еді. 60% бөлемін 100%-ға. 36 көбейту 100 болады. Оны бөлеміз 60-ға. Сонда тең болады. 36 мен 6 қысқарады 6. Мына 0 мен 0 қысқарады. Немесе 33600-ді бөлемін 60-ға. Бұл деген сөз 60 жас деген сөз. Міне. Мына әкесінің жасы, мына атасының жасы. Жауабы бүйтіп қояйын да. Жауабы жазсалайын. Жауабы атасы 60 жаста. 60 жаста. Бұл түсінбегендеріңіз болса, комментарийден сұрап, түсініп ала беріңіздер. Келесі сабаққа дейін сау саламат болыңыздар.